Менің каналыма қош келдіңіз. Ата-анамен қарым-қатынасымыз бен оны қабылдауымыз біздің өмірімізге үлкен әсер етеді. Бұл тек өз ата-анамыз арасындағы қатынас емес, сонымен қатар басқа адамдармен жасайтын қарым-қатынасқа да әсерін тигізеді. Бұл медитация арадағы қарым-қатынасты жақсартуға көмектеседі. Ата-анаңыз сіздің өміріңізде маңызды орын алады. Біз бәріміз өмірімізде ата-анамыздың басқа болғанын қаладық. Олардың идеал болмағанын сөктік. Олардың біздің ойымыздай болғанын қаладық. Кейбіреулеріңізде ата-анамен сеанс жүргізгенде қатты қиындықтар туындауы мүмкін. Іште қалып кеткен негативті ойларды жіберу қиынға соғуы мүмкін. Сіздің ата-анаңыздың да кемшіліктері бар. Олар да кішкентай бала болды. Ата-аналары оларды түсінбегені үшін жылады. Біз бәріміз бір-бірімізбен тығыз байланыстамыз. Тек кешіру мен қабылдау жүрегімізге махаббат сыйлайды. Махаббат пен сүйіспеншілік өткен өмірдегі жараларды емдей алады. Ата-анамызды кешіріп, қабылдағанда басқа адамдармен қарым-қатынасымызды жақсартамыз. Ондай болса, қарым-қатынасты трансформациялайтын сеансымызды бастаймыз. Өзіңізге жайлы жерді тауып отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Назарыңызды деміңізге аударыңыз. Терең дем алып, ауа шығарыңыз. Дем шығарғанда бойыңыздағы барлық напряженияларды жіберіңіз. Денеңізді босатыңыз. Басыңыздан бастап бетіңіз, мойныңыз босауда. Жаймен енді иығыңыз, қолыңыз, көкірегіңіз бен ішіңіз босауда. Арқаңыздың барлығы босауда. Енді жаймен жамбасыңыз, тізелеріңіз, балтырларыңыз бен табандарыңыз босауда. Бүкіл ішкі органдарыңыз бен бұлшық еттеріңіз, терлеріңізге дейін босауда. Денеңіздің барлығы босады. Енді ата-аналарыңызды ойлаңыз. Папаңыз бен мамаңызды. Ешкімді айыптаудың қажеті жоқ. Сізде қазір физикалық түрде денеңізде, эмоцияңызда қандай өзгеріс болуда? Байқаңыз. Сізде жағымды да қиын моменттер болды. Мүмкін сіз жалғыздықты сезіндіңіз. Өзіңізді қажет емес сияқты сезіндіңіз. Мүмкін сізді қабылдамады.
тастап кетті. Сізге әділетсіз болды. Мүмкін басқа негативті естеліктер басыңызға келіп жатыр. Ішкі сезіміңізге назар аударыңыз. Қандай сезім келсе де қабылдаңыз. Сезіміңіздің дұрыс немесе бұрыс деген ұғым жоқ. Мүмкін сізге қазір ең қиын естеліктер келіп жатыр. Мүмкін сіз ата-анаңызды айыптадыңыз, жоққа шығардыңыз. Сіз оларды жоққа шығарғанда ішіңіздің бәрі босап қалды. Өткеннің сізге күшіп келмейді. Себебі сіз осы шақта өмір сүруге шешім шығардыңыз. Күш осы шақта, осы уақытта. Әрбір сәт бұл жаңа бастама. Осы сәттен бастап сіз жаңа өмірді бастаңыз. Осы шақта, осы жерде. Ойланыңызшы, сіз ата-аналарыңыздың балалық шағы туралы не білесіз? Олар балалық шақта қандай болды? Қандай қорқыныштары болды? Олар қандай қорқыныштарды сезді? Егер де сіз оларды білгеніңізде айыптауға себеп болмас па еді? Сіз ата-анаңызға басқа көз қараспен қарар едіңіз. Ол кісілерге жанашырлықпен қарар едіңіз. Сіз кішкентай бала кезіңізде сізді қалай бар, солай қабылдағанын қалайтынсыз. Мүмкін сіз осы сезімді қазір де армандайсыз. Осы сезімді сізге беретін бір ғана адам бар. Ол сізсіз. Егер өзіңізді қабылдамасаңыз, басқалардың сізді қабылдағаны маңызды емес. Қазір ішіңіздегі кішкентай баланы елестетіңіз. Ол сіз сияқты 5 жастағы бала болсын. Сіздің ішіңіздегі кішкентай бала бүкіл ауыртпалықты, қайғыны сақтауда. Ол өзін мойындағанын қалайды. Өзіне деген махаббат, қамқорлықты көргісі келеді. Ішіңіздегі кішкентай балаға қараңыз. Ол тек оны қабылдап, сүйгенін қалайды. Оны қолынан алып, ол қаншалықты әдемі екенін айтыңыз. Оны сүйетініңізді, сіз үшін ол өте маңызды жан екенін айтыңыз. Оның ешкімге ұқсамайтынын, қайталанбайтынын айтыңыз. Оған айтыңыз. Ол қателесуі мүмкін. Дұрыс емес қадамдар жасауы мүмкін. Бұл оның өмірі, тәжірибесі. Осыған қарамастан, сіз оны жақсы көресіз, қабылдайсыз. Енді оны алып,
көкірегіңізге жаймен қысыңыз. Оның сізде бар екеніне алғыс айтыңыз. Еш нәрсеге қарамастан, сіз онымен бірге болатыныңызды айтыңыз. Елестетіңіз, ол кішкентай болғандығы соншалықты сіздің жүрегіңізге сыйып кетті. Сіз өз жүрегіңізді осылай сезіну арқылы бүкіл махаббатыңызды берсеңіз болады. Ол оған өте қажет. Енді көз алдыңызға мамаңызды елестетіңіз. Кішкентай қыз. Ол көңілсіз, тіпті көздері жәутеңдеп қорқып тұр. Оның қасында жұбататын ешкім жоқ. Оған махаббат пен қорғау керек. Бірақ оған кім көмектесетінін білмейді. Оның қолынан алыңыз. Ол өзіне сенімдірек болады. Оған өзіңіздің жақсы көретініңізді айтыңыз. Ол өзін қауіпсіздікте сезінеді. Оған айтыңыз. Ол қателесуі мүмкін. Дұрыс емес әрекеттер жасауы мүмкін. Бұған қарамастан, сіз оны жақсы көресіз. Ол тынышталды. Ол сізге өзінің үлкен бала көзімен қарауда. Оны қолынан алып, жаймен көкірегіңізге қысыңыз. Ол соншалықты кішкентай болып, ішіңіздегі кішкентай баламен сіздің жүрегіңізге сиып кетті. Енді көз алдыңызға папаңызды елестетіңіз. Ол кішкентай бала. Ол сасқалақтап, өзін қолдайтын адамды іздеп тұр. Оған кім көмектесетінін білмейді. Оның кішкентай қолынан алып, сіз білесіз, не істеу керек екенін. Ол өзін қамқорлықта екенін сезінсін. Ол тынышталғанда жаймен құшақтап елестетіңіз. Ол соншалықты кішкентай, сіздің жүрегіңізге сыйып кетуде. Қазір кішкентай балаларға сіздің жүрегіңізде жақсы. Олар сіздің қамқорлығыңыз бен махаббатыңызды сезінуде. Сіз ата-аналарыңыздың сіз сияқты қорғансыз екенін көрдіңіз. Сіз оларды түсініп, бұдан бұлай оларды айыптамайтын болдыңыз. Оларға жанашырлықпен қарайтын болдыңыз. Енді жаратушыңыздан ата-анаңызды қабылдауға көмектесуін өтініңіз. Және барлық негативті жағдайларды махаббатқа айналдыруын сұраңыз. Іштей қайталаңыз. Мен Алланың жарық нұрынан сұраймын. Менің ішімдегі кішкентай бала арқылы бүкіл ауыр естеліктерді емдеп, оны таза махаббатқа айналдыр. Бүкіл ата-анаммен болған олқылықты махаббатпен толтыр. Енді
Хоопонопоно мантрасын қайталаңыз. Оны іштен немесе дауыстап айтсаңыз да болады. Маған өкінішті. Кешірші мені. Мен сені жақсы көремін. Алғыс айтамын. Маған өкінішті. Кешірші мені. Мен сені жақсы көремін. Алғыс айтамын. Маған өкінішті. Кешірші мені. Мен сені жақсы көремін. Алғыс айтамын. Ауыртпашылық пен қайғыру сіздің жүрегіңізден кетуде. Сіздің өміріңізде тек жарық пен махаббатқа орын бар. Қандай керемет сіз емес нәрсенің бәрін тастау. Бұның бәрі сіздікі емес. Сіз өзіңізден керек еместің бәрін жіберіп, жаңа кеңістікке шықтыңыз. Сіз табиғаттың тамаша жеріндесіз. Күн жарқырап, әдемі болып батуда. Жұмсақ, әдемі жарық айналаның бәрін сиқырландыруда. Жаныңыз толған қош иісті гүлдер. Бұл жерде сіз тыныштықты сезінудесіз. Алдыңызда ата-анаңызды көрдіңіз. Мамаңыз бен папаңызды. Маңызды емес, тірі ма, қайтыс болды ма? Олармен конфликтідесіз бе, гармониядасыз ба? Сөйлесесіз ба, жоқ па? Бірге тұрасыз ба, жоқ әлде бөлек тұрасыз ба? Жай ғана ата-анаңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Олар сізден 10 қадам ары тұр. Олар бірге сізге қуанып қарап тұр. Папаңызға қараңыз, байқаңыз. Папа деген сөзді естігенде қандай сезім пайда болды? Сіз оған қалай сөйлеп тұрсыз? Тіпті дауыстап айтсаңыз да болады. Папа, папа, папа. Бірнеше рет махаббатпен қайталаңыз. Папа, папа, папа. Сіз не сезінудесіз? Мүмкін қуаныш немесе мұң, жалғыздық. Мүмкін бір тілек келіп тұр. Қандай сезім болса да қабылдаңыз. Оны ешбір айыпсыз қабылдаңыз. Енді мамаңызға қараңыз. Сізде қандай сезімдер пайда болғанын байқаңыз. Сіз мама деген сөзді естігенде, сіз мамаңызға махаббатпен, нәзіктікпен қарап айтыңыз. Мама, мама, мама. Не сезінудесіз? Сезімдеріңізді ешбір айыпсыз қабылдаңыз. Сіз ата-анаңызды көргенде оларға айтыңыз. Мен сіздерді сүйемін. Сіздерге алғыс айтамын. Көз қарасыңызды кеңейтіп, жан жағыңызға қараңыз.
ата-анаңыздың артында үлкен тау тұр. Бұл молшылық тауы, махаббаттың материалдануы. Бұл тіршілігі бар тірі тау. Бұл көп адамдардан тұрады. Ата-анаңыздың арғы жағында көптеген ер кісілер мен әйелдер бар. Ол жақта сіздің аталарыңыз, әжелеріңіз, олардың ар жағында олардың аталары мен әжелері тұр. Солай жалғасып таудың басына дейін барады. Олардың бәрі бір кезде папа мен мама болды. Өмір олардан сізге келді. Сіз олардан өмірлік күш алдыңыз. Олардың әр қайсысы сізде бар. Сіз оларға алғыспен басыңызды иіңіз. Папаңыз бен мамаңызға иіліңіз. Жаймен қадам басып, оларға бара жатырсыз. Ата-анаңыз құшағын ашып, қолдарын сізге созуда. Не сезініп тұрсыз? Қайталаңыз. Мама, 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 сен менің қуанышымсың, молшылығымсың. Сіз жақындап келіп айтыңыз. Папа, 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 мен сені қалай барсың, солай қабылдаймын. Сен ең жақсысың. Сен менің күшімсің. Сіз ата-аналарыңызға өз көз қарасыңызбен қараудасыз. Сіз оларды қалай бар, солай көрудесіз. Сіздер біргесіздер. Папаңыз бен анаңыз құшақтап, нәзік қолдарымен басыңыздан сипауда. Олардың иісін және жылулығын сезінудесіз. Олардың махаббатын сезінудесіз. Ол махаббат сізге өмір сыйлады, күш берді. Мен сіздер берген барлық махаббатты қабылдаймын. Мен оны алғыспен қабыл аламын. Маған сыйлаған өмір үшін алғыс айтамын. Махаббат сізді тау тасқынындай толтыруда. Ата-анаңыз бен ата-әжелеріңіздің махаббаты сізді толтыруда. Сіз өзіңізді үйдегідей сезінудесіз. Осы сезімнен ләззат алыңыз. Ата-анаңыздан шыққан махаббат сіздің жүрегіңізге енуде. Мама, папа, мен сіздерді еш уақытта тастамаймын. Сіздер әр уақытта менің жүрегімдесіздер. Сіздер менің денсаулығымсыздар, жетістігімсіздер, бақытымсыздар. Осы керемет сезімде біраз уақыт болыңыз. Сіз өз болашағыңызды ұзақтан көрудесіз. Сіздің өміріңізде жаңа жарық сәттер пайда бола бастады. Сіздің бүкіл ата тегіңіз сіздің дамуыңызға күш беруде. Сізде барлығы бар. Сәттілік
сіздің серігіңіз. Оны алып, алға қарай жүріңіз. Сіз Алланың әдемі өмірлік көрінісісіз. Сіз бұл әлемде ешкімге теңдесі жоқ жансыз. Әлемде сіз сияқты адам болмайды. Сізді ешкіммен салыстырудың қажеті жоқ. Сізде өзіңізге ғана берілген талант бар. Өзіңізді жақсы көру үшін және қабылдау үшін сізде барлығы бар. Сіз осы өмірге келіп, өмір сүргеніңіз үшін өзіңізді жақсы көріңіз. Қазір терең дем алып, дем шығарғанда денеңізді сезініңіз. Қолыңызды, аяғыңызды, жеріңізді сезініңіз. Жаймен көзіңізді ашсаңыз болады. Мен сізге менмен болғаныңыз үшін алғыс айтамын. Қажет деп тапқанда медитацияны қайталасаңыз болады. Әр медитация жасаған сайын өзіңізде, өміріңізде өзгергенін байқайсыз. Есіңізде сақтаңыз. Сіз ерекшесіз. Мен сізге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше.